Мені 7,5 миллион теңге қарызға кіргізген 3 қателік. Қаңтар оқиғасы. Қаншама кәсіпкерлердің бизнесін шайқаған оқиға болды. Сол бизнесі шайқалған кәсіпкердің бірі мен боламын. Қаңтар оқиғасына дейін біз командамызбен айына 10 миллион теңгеге дейін оборот жасап, табыс тауып отқан едік осы Қазақ бесіктің атынан. Ол кезде бізде SMM-ші, таргетолог, водитель, екі сатушы, тиктокер, осының бәрі 6 адам болып, біз 10 миллионға дейін оборот жасап жүрдік. Қаңтар оқиғасының кезінде бірден интернетті өшіргеннен кейін біздің 100% интернет магазиніміз жабылды. Бірақ мен команданы жоғалтып алмайын деп, командаға өзімнің ақшамнан жетпегенін кредиттен алып, айлықтарын беріп, магазиннің арендасын төлеп, сөйтіп 3 айдың ішінде 7,5 миллион теңге қарызға кіріп кеткен болатын. Бұл жерде бір қателік менде, бірінші қателік. Дер кезінде анализді дұрыс жасап, басында бірден жауып, жинастырып қойым керек еді. Бұл жердегі қателік, мен дер кезінде анализ жасап, магазинді жауып, жинастырып қойым керек еді. Қарызға кірсем де аз қарызға кіретін едім. Яғни мен шөп шықпайтын жерге суды құйғанмен бірдей болды. Осы жерде екінші қателікті көруге болады. Кризис уақытында сені как минимум жарты жылға алып шығатын бизнес, яғни бизнестің өзінің кризис қоры болу керек. Сондай нәрсенің жоқтығы білініп қалды. Ол жоқ болғаннан кейін біз не істедік? Кредитке алдық. Бәрін ақшаны кредитке алып отырдық. Аренданың ақшасы, айлықтар, осының бәрін кредитпен жауып отырдық. Өйткені біздің жинаған ақшамыз жоқ. Осы жерден тағы да үшінші қателік жасадым. Осы кезде қаңтар оқиғасы бітті. Сауда жайлап болды, бірақ бірден болмады. Өйткені көп адамдар қорқып қалды, тек қана тамаққа жұмсайтын болды. Мен ана оптовиктерді күтпегеннен кейін мен не істедім? Қарызды алып, пайызсыз қарыз ғой. Мысалы, оптовиктерде қарыз пайызсыз болады ғой. Мынаяқтан кредит алып, тағы да пайызбен қарыздарды жауып отырдым. Яғни бұл менің үшінші қателігім. Бұл қаңтар оқиғасы сізге қалай әсер етті? Комментарийға жазып кетіңіз.